Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанның жұбайы Амина Ердоғанның басшылығымен бірқатар мемлекет және үкімет басшыларының жұбайлары Стамбулда бас қосты. Президент Режеп Тайып Ердоған сияқты оның жұбайы Амина Ердоғанның да күн тәртібіндегі мәселе Газада қысым көрген палестиналықтар мен жазықсыз өмірден өткен балалар мен аналар мәселесі. Аталған жиналыстың мақсаты жазықсыз газалықтардың қасіретін тоқтату және дағдарысты шешу үшін күшті бір ынтымақтастық көрсету. Израильдің 7 қазаннан бері Газа секторына жасаған шабуылдарында балалар мен әйелдерді қосқанда 11 мыңнан астам адамның қаза болуы Түркияның бірінші ханымы Амина Ердоған бастаған бірқатар көшбасшылардың жұбайларын жұмылдырды. Амина ханым мен басқа да көшбасшылардың жұбайлары Стамбулда бас қосып, Газадағы бейкүналар үшін әлемге үн қату үшін жиналды. Бұл саммитте Амина Ердоған бастап, саммитке қатысып отырған барлық көшбасшылардың жұбайлары сөз сөйледі деп күтілуде. Бұған дейінде 2009 жылы 10 қаңтарда Режеп Тайып Ердоған премьер-министр болған тұста Амина Ердоған Палестинадағы бейбітшілік үшін әйелдер жиналысы деген саммитті да басқарған болатын. Түрлі аймақ елдерінің көптеген көшбасшыларының әйелдері қатысқан жиын Израильдің Газаға шабуылдары күшейіп, 2 апта ішінде шамамен 800 адамның өмірін қиған уақытта өткен болатын. Бүгінгі саммитке де көшбасшылардың жұбайлары Палестина үшін бір жүрек боламыз, жапа шегіп жатқан палестиналықтардың дауысы боламыз деп бірге бас қосып жиналуда. Аталған саммитке 14 елден көшбасшылардың жұбайлары мен арнайы өкілдер қатысты. Саммитте Катар әмірі Шейх Тамим бен Хамад Әл-Танидің анасы Шейха Моза бинт Насер, Сенегал президентінің әйелі Мариаме Файесал, Малайзия патшайымы Тунку Азиза Амина Маймуна Искандария, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің әйелі Зироат Мирзиёева қатысты. Конго Республикасының президентінің жұбайы Антуанетта Сассу Нгессо, Бангладеш президентінің жұбайы Сабина Комсич, Ливан премьер-министрінің жұбайы Май Микати, Шотландияның аймақтық премьер-министрі Хамза Юсуфтың әйелі Надя Эль Накла сияқты келген бірқатар қонақтарды Долмабахче сарайында қарсы алды. Артынша отбасылық суретке түсті. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның жұбайы Амина Ердоған ханым Газаның қазір белгісіз балалар қаласына айналғанын айтып, мен ана, әйел адам ретінде мұндай лас мұраны кейінгі ұрпаққа есепсіз тапсырудан бас тартамын деді. Израиль мемлекетінің барлық тиісті мүшелерін халықаралық қылмыстық сотта жауап беруін талап етемін деді. Осылайша Стамбулдағы Долмабахче сарайының президенттік жұмыс кеңсесінде ұйымдастырылған Палестина үшін бір жүрек атты саммитте Амина ханым бірқатар елдерден жиналған мемлекет және үкімет басшыларының, жұбайларының және арнайы өкілдердің қатысуымен болған саммитте қонақтар алдында сөз бастады. Оқушыларының барлығы шейіт болғандықтан оқу жылының ресми түрде аяқталғанын жариялаған Газа білім министрлігі туралы сөз қозғау үшін емес. Өскенде кім боласыңдар дегенде, біз өспейміз деп жауап берген балаларға араша түсу үшін емес. Шейіт болған балаларды еске алу ойындарын ойнау үшін жиналмадық. Табыттан қауіпсіз жерді білмейтін балаларға көмек көрсету үшін бүгін тым кеш, деді Амина Ердоған. Амина Ердоған ондаған жылдар бойы өзін құрбан сезінген Израиль мемлекетін өзіне халықаралық заңдылық аймағын ашып алған ел ретінде сынға алды. Соңғы 40 күнде ашықтан ашық бұзылған халықаралық жүйенің қандай құбыжыққа айналғанына бәріміз куә болдық, деді. Ойыма түрлі жағдайлар келді, бірақ күндердің күні соғыста мерт болған белгісіз сарбаздарға қолданылатын белгісіз солдат тіркесін балаларға қолданамыз деп еш ойламаппын, деді Амина Ердоған. Әш-Шифа ауруханасында жұмыс істеген дәрігердің ең қиыны сәбидің өлі денесіне белгісіз нәресте деп жазуы, деді. Бұл жағдай Газа балаларының шеккен азабының сұмдығын қорытындылайды.
Бүгінде Газа белгісіз балалар қаласына айналды. Мен ана, әйел, адам ретінде мұндай лас мұраны кейінгі ұрпаққа есепсіз қалдырудан бас тартамын және Израиль мемлекетінің істеген барлық әскери қылмыстары үшін тиісті адамдарды халықаралық қылмыстық сотта сотталуын талап етемін деп тағы бір мәрте айтты. Палестинадағы бүгінгі жағдайды өзін-өзі қорғау құқығының көрінісі деп санайтындар да дәл осындай жауапкершілікке тартылуы керек деп есептеймін деді. Ешкім осы күлкілі риторикамен әлемнің саналы адамдарын ақымақ етпеуі керек. Амина Ердоған Израиль мемлекетіне қатысты. Сендер тарих жадындағы еврейлерді құртқысы келген қатыгездікпен бірдей дәрежеде есте қаласыңдар деді. Бір ғасырға жуық уақыттан бері Палестина халқына таңылған нәсілшілдік әрекеттерді, жүйелі ұрлықпен басып алу жоспарларын бүкіл әлемнің анық көріп отырғанына назар аударған Амина Ердоған, шығыс пен батыстағы барлық мемлекеттер болмаса да, бүткіл халықтардың Палестинаны қорғауда біріккенін айтты. Гуманистік құндылықтарды тіліне тиек ететін тырнақша ішіндегі өркениетті әлемнің 40 күннен бері қабілетсіздігін, оның жүргізіп отырған 200-ді саясатына өз халық сияқты біз де ұялдық деді Амина Ердоған. Бірінші тасты ешкім лақтыра алмайды, өйткені бұл қылмыста көбінің тарихи үлесі бар. Бүгінгі этникалық тазартуды қорғайтындарға, бұны жаратушының бұйрығы дейтіндерге үн қатамын. Құдай ешбір баланы өлтіруге жол бермейді. Жаратушыға мұндай қорқынышты жала жабуға қалай дәтің барды? Мұсылман ретінде мен мұны үзілді кесілді қабылдамаймын. Өйткені біз сенетін Алла Тағала мейірімді және рахымды. Алланың жазасын алатын қалаларда да кем дегенде 10 бейкүнә адам болады деген, жазықсыздардың жазасы келмесін деген ортақ бабамыз Ибрахим алейхиссалям пайғамбардың алдына қандай жүзбен шығасың? Сол жандар үшін өзін құрбан етуге дайын болған және бүкіл адамзатты рухани перзентіндей қабылдаған жандар кім еді? Қызық. Ибрахим пайғамбарға 4000-нан астам баланы өзіңіздің теріс пиғылыңыз үшін өлтіргеніңізді қалай түсіндіресіз деді Амина Ердоған. Барлық ізгілік жетекшілерінің, әсіресе Ибрахим пайғамбар мен басқа да пайғамбарлардың өздерін арнаған бейбітшілік пен құтқару жолында жүргендері үшін де бүгін осында жиналғанын ескерткен Амина Ердоған былай деді. Әлия Иззетбегович атап өткендей, зорлық-зомбылық спиралін тудыратын кек алуды емес, барлығы үшін әділ және тұрақты бейбітшілікті көздейтінін атап өтті. Амина Ердоған сөзін былайша жалғастырды. Ешбір идеологияда, саяси мүддеде, экономикалық пайда да жазықсыз адамның өмірінен қымбат емес. Мен сионистердің нарциссизмге бой алдыруын қабылдамаймын. Олардың әділеттен алшақ жоспарларын жүзеге асыру үшін балаларды жұмсалатын отын ретінде көруіне қарсымын. Сіз өз әрекеттеріңізбен әлемдегі жақсы, әдемі және шындық дегеннің бәріне зиян келтірудесіз. Өлтірген бауырларының қаны жерден үн қатып жатыр, естисің бе? Ешбір илахи келісім, ешбір заңды саяси идеология қысымшылықты қамтымайды деген сөз тіркестерін қолданды. Қанды қырғындарды, шапқыншылықтарды, ұрлықтарды, наным-сенімдердің жер бетінде жүзеге асуына кедергі келтіретіндерді қандай ақирет күтіп тұрғанын тарих сансыз мысалдармен көрсетті. Тарихтың ар-ожданы ешқашанда жауыздың жағында болған емес. Бүгінгі күні осы жауыздықты жасағандар білуі керек. Олардың есімдері қызғаныш пен атақ құмарлықтан туған, бауырын өлтірген Қабылмен, балаларды өлтірген Нәмрүтпен және жүздеген жаңа туған нәрестені өлтірген Перғауынмен бірге есте қалатын болады. Сіздер тарих жадындағы еврейлерді құртқысы келген қатыгездікпен бірге есте қаласыздар деді. Бұл қатыгездік тоқтау үшін қанша адам өлуі керек?
13 жасар еврей қызы Энн Франктың екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көрген қуғын сүргінін күнделігінде сипаттағанындай, бүгін біз Газада үйі қираған, оңтүстікке қашуға мәжбүр болған Бисан ауданының да бейнелерін көріп отырмыз. Израильдік министр Газаға атом бомбасын тастауды таңдаудың бірі ретінде қарастырған кезде де үндемегендер Хиросимадағы Садако мен Палестинаның балаларының арасында қандай айырмашылық бар еді деп сөйледі Әмина Ердоған. Бүгін Газа балаларына жауған зымырандарды тоқтатуды күтіп, босниялық баланы құтқара алмаған, оның салмағын көтерген жаһандық аруждан тағы да неге үнсіз? Жоғарыдағы жер беті тозаққа, жер асты балалардың қорымына айналғанымен, онда уәде етілген болашақтың пайда болуы мүмкін емес, деді Әмина Ердоған. Осындай қирауға негізделген тәртіпте кім өзін қауіпсіз сезіне алады, деді. Түркияның бірінші ханымы Әмина Ердоған Израильге және Біріккен ұлттар ұйымының 5 тұрақты мүшесіне мына сөздерді айтты. Осы жерден мен Израиль мемлекетінен және әлемде бейбітшілік пен тәртіп орнатуға жауапты Біріккен ұлттар ұйымының 5 тұрақты мүшесінен сұрағым келеді. Сіз бұл қатыгездікті тоқтату үшін қандай өлім шегін күтесіз? Ар-ожданы саңырауқұлақтай үнсіз қалған халықаралық қауымдастықтан сұрағым келеді. Осы 40 күндік ұят кезеңнен кейін сіз әлемдегі бейбітшілік пен әділеттілікті және адамзаттың жалпы адамзаттық құндылықтарын қандай құқықпен қорғайсыз? Шарли Эбдода қаза тапқандардың құқын қорғау үшін сапқа тұрған және сол кезде жасалған фотоны жақтау үшін зор ынта көрсеткен әлем көшбасшыларынан, жазықсыз Газа халқына үнсіздігінен қандай мағына алуымыз керек? Адам құқықтары декларациясында және көптеген халықаралық келісімдерде құқықтары қорғалатын адамның анықтамасы батыс белгілеген шекарадағыларды ғана қамтиды ма? Біз бір өмірді екіншісінен ажырататын және өзіне тиесілі емес нәрсені құнсыздандыратын бұл қараңғылыққа ешқашан берілмейміз. Біз адамдарды жанашырлықпен қабылдайтын және оларды табиғи түрде құнды деп санайтын жаһандық түсінікті қорғаймыз. Тіліне, дініне, нәсіліне түсіне қарамастан, біз жазықсызды, босқынды әйелді қорғаймыз. Біз балаларды бір сөзбен айтқанда адамдарды қайдан шыққанына қарай бағалайтын кемсітушілік менталитетке мәңгілік қарсы тұрамыз деп хабарлады Әмина Ердоған. Осылайша Әмина Ердоған көшбасшылардың жұбайларын Газа үшін дауыс болуға үндеді. The First Lady of Turkey, Her Excellency Mrs. Emine Erdoğan, thank you so much for your شكرا جزيلا للسيدة. Now, the First Lady of Qatar, Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, is invited to make her speech. Дөңгелек үстел шеңберінде көшбасшылардың жұбайлары кезек-кезегімен сөз сөйледі. Артынша қорытынды құжатты қабылдау үшін басқа залда жиналды. Бұл жерде де Әмина Ердоған бүгін куә болып отырғандарының соғыс емес, тек ең күшті және ең қатыгез адамдар ғана аман қалатын, ал басқа өмірлер оңай ғана босқа кететін әлемдік тәртіпті таңу әрекеті деді. Және де бұның жақсылық, әдемілік, шындық арасындағы күрес екенін атап өтті. Мәңгі жалғасуы мүмкін жалғандық туралы Әмина Ердоған былай деп жалғастырды. Сондықтан да мен мемлекет басшыларының барлық жұбайларын Газада қаза тапқандардың жаппай қырғын жалғасып жатқанда дауыстары басылып өшіріліп жатқандардың дауысы болуға шақырамын. Газаның және басқада халықаралық баспасөз өкілдері, денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, гуманитарлық көмек көрсету жұмысшылары өз өмірінің құнын төлеуде. Ал оларды қорғайтын халықаралық қауымдастық үнсіз. Біз адамзаттың күзетшісі ретінде қай жерде болсақ та барлық құралдармен осындай жағдайларды бақылап отырайық, атысты тоқтатайық.
Жаңа қоғамдық кеңістікке айналған әлеуметтік желілерде барлығымыз бірге атысты тоқтатуға, бейбітшілік пен гуманитарлық көмекке шақыруды жалғастырайық, деді Әмина Ердоған. Тез арада атысты тоқтатуға, бейбітшілік пен гуманитарлық көмекті шақыруымызды жалғастырайық. Біздің мықты күшіміз бар. Даусымыз біз біріккенде әлдеқайда күштерек шығады. Газалықтар үшін және бүкіл әлем үшін қазір атысты тоқтату үшін сөздерімізді біріктірейік. Бұл кездесуді сөзден әрекетке көшіріп, оны Палестинадағы бейбітшілік бастамасына айналдырайық. Өйткені атысты тоқтату біздің басты мақсатымыз болғанымен, бұл соңғы мақсатымыз емес. Барша әлемді бір ауыздан Палестина мен Израильде тұрақты бейбітшілікке қол жеткізу үшін күш жігерімізді біріктіруге шақырайық, деді Әмина Ердоған. Сондықтан да қазір екі мемлекет туралы уәде етілген шешім астанасы Шығыс Иерусалим болатын және аумақтық тұтастығы сақталған толық тәуелсіз Палестина мемлекетін құратын кез жетті. Көптен күткен бейбітшілікті орнатудың уақыты келді. Аймақтың тіпті әлемнің тыныштығы үшін Палестинаны әділетсіз басқыншылықтан арылтып, Израиль басып алған жерлерінің иесі палестиналықтарға қайтаруымыз керек. Балаларына жарқын болашақты ұсыну үшін Газа үйінділерден қайта құрылуы керек. Біріккен ұлттар ұйымы мен Ислам ынтымақтастық ұйымы сияқты халықаралық ұйымдар аясында Израиль қиратқан мектептерді, саябақтарды және ауруханаларды қалпына келтіру үшін қор құрылуы қажет, деді Әмина Ердоған. Түркия Республикасының бірінші ханымы Әмина Ердоған бүгін осында болып, бейне хабарлама жолдау арқылы Палестина үшін бір дауыс, бір жүрек болу үндеуіне аянбай және сөзсіз қолдау көрсеткен қонақтарға алғысын білдіріп, осы залда бейбітшілік үшін барлық сөздердің айтылғанын айтты. Бауырластықпен араласып, әлемде ең алдымен шешім қабылдаушылардың көз алдында біз маңызды ықпал әсерге ие боламыз деген үміттемін, деді. Есіңізде болсын, бүгін біз Палестинаны қиранды, қан, көз жасы мен түтінде көруіміз мүмкін, бірақ бұл қараңғы суреттен тыс бізде Палестина туралы арман бар. Әмина Ердоған палестиналық балалардың дініне, ұлтына қарамастан Газа жағаларында қол ұстасып, бауырлас жүгіріп жүруі арман. Лимон ағаштары гүлдеген, зәйтүн бұтақтарына күн түскен, әкелер мен аналар балаларын қорықпай сүйіп, қабірге емес төсекке жатқызған. Осындай Палестина арманы біздің қолымызда, біздің уәдемізде, бүгінгі біздің іс-әрекеттерімізде, деді Әмина Ердоған. Ниетіміздің бір болғанына, бар болғанына қуаныштымын. Бізді қоршап тұрған қараңғылықта ар-ұжданыңызбен адамзатқа жарық сыйладыңыз, деп өз сөзін аяқтады. Destek vermeye davet ediyorum. Teşekkürler.